Алдарыңызға болашақтың алғашқы қаласы. Бұл Toyota компаниясы Фудзи тауының етегінде салған құпия әрі жабық жоба. Бірақ бұл жай ғана қала емес, ең озық технологияларды сынайтын үлкен тәжірибе алаңы. Яғни барлық жаңа технология бір жерде жиналған, алып қала, және онда шынайы адамдар өмір сүреді. Бұған дейін бұл қаланың компьютерлік прототиптері интернетке тараған еді, бірақ ол кезде көп адамдар бұған аса сенбеді. Алайда 2025 жылдың қыркүйегінде Women City ресми түрде ашылды. Алғашқы 2000 тұрғын көшіп келді. Мұны Toyota компаниясы да ресми түрде растады. Енді осы жобаның бастапқы концепті қандай болғанын еске түсірейік. Алдымен жол жүйесінен бастайық. Қалада бір ортақ жол емес, 3 түрлі жол қарастырылған. Біріншісі жоғары жылдамдықпен жүретін автономды көліктерге арналған жолдар. Екіншісі жеке мобильді транспорттарға арналған электровелосипедтер мен электросамокаттар. Ал үшінші тек адамдарға арналған саябақтар мен жаяу жүргінші жолдары. Осы 3 түрлі жол бүкіл қала бойынша 3x3 форматындағы тор секілді өзара байланысып орналасқан. Яғни мата сияқты тоқылып, адамдар мен көліктің қозғалысын барынша табиғи әрі тиімді етеді. Бірақ транспорт жүйесінің ерекшелігі мұнымен бітпейді. Қаланың астында жасанды интеллект басқаратын үлкен логистикалық жүйе орналасқан. Жерасты туннелдер арқылы автоматты роботтар тауарлар мен материалдарды автоматты түрде тасымалдайды. Кейбір жеткізулер арнайы герметикалық құбырлар арқылы тікелей үйлерге де жеткізіледі. Қаладағы барлық жолдар, туннелдер, ғимараттар және көліктер бір ортақ цифрлық эко-жүйеге біріктірілген. Toyota компанияның айтуынша бұл қаланың басты артықшылығы. Болашақ технологиялардың шынайы ортада нағыз тұрғындарының арасында сынау мүмкіндігі. Қазірдің өзінде мұнда қарапайым қалаларда жасау мүмкін емес, көптеген сынақтар өтіп жатыр. Мысалы, автономды логистика, жерасты жеткізу жүйесі, жаңа қалалық мобильділік түрлері, түрлі саланың инженерлері мен әзірлеушілерінің бірлесіп жұмыс істеуі, және болашақ өнімдерді бірге жасау. Ал сіздер осындай дамыған технологияның арасында өмір сүретін едіңіздер ме? Өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.